Ассалаумағалейкум достар, міне бүгін Астана күнімен Астанаға келіп қалдық. Астананың сіздерге әдемі тамаша 10 локациясын көрсететін боламыз. Достар, Астананың символына айналған Бәйтерекке келіңіздер. Міне достар, Астананың әрбір локациясы, әрбір точкасы өзінің ерекшелігімен, әсемдігімен адамдарды өзіне тарта біледі. Және осы әсем көшелерді сіздерге әдем фотосессия қылып көрсететін боламыз. Екінші локациямызға кеттік. Міне достар, Астананы таңғалдырған екінші локация L-артыға да келіп қалдық. Енді ішін көріп, өздеріңіз баға беріңіздер. Достар, L-артыға да келіп қалдық. L-артыға қазір осы 5 остановкасы бар. Сол 5 остановкасының біріншісіне Бәйтеректің астана бар. Достар, осындай екінші этажға шығып, L-артыға осындай жерден билет аласыздар. Кетіп бізбен бірге соны көріңіздер. Мына жерден билет алатын боламыз. Билет бағасы 200 теңге дейді. Әні көрейік. Билет алып. Мынау кассасы. L-артының. Бір реттік билет сатып алу дейді. Көлік картасына толтыру дейді. Қайсысын алсаңыз оны? Достар, өзіміздің билетімізді алып алдық. 200 теңгеден 400 теңге екен. Және қазір осы кезде пойыз келіп жатыр. Пойызбен біздер Астананың бүкіл қаласын аралайтын боламыз. Кеттік. Бізбен бірге тамашасымен. Міне достар, осы локациямен, осындай картамен барсаңыздар да болады. Тугіске кіріп, осыны жазып алсаңыздар болады. Осымен біз вокзалға келдік. Алдында тұрған кісілерден өз жол жорықтарын сұрадық. Солай қылып пойызымызға отырдық. Және жоғарыдан Астананы түсірген өте керемет екен. 3-4 минуттық видеолармен Астананы полный обзорын жасап алдық. Және әбетте келсеңіздер, L-арты өте адам көп болады екен. Сол үшін 4-5-терде келсеңіздер, адам азырақ болады. Осылай түсіріп, күшті кадрлер алып, Астананың 10-15 точкілерін түсіріп алдық. Сонымен сіздер де келіңіздер, көріңіздер, күшті. Сонымен L-артының ең соңғы остановкасы әуежай екен. Әуежайдан обратно ізімізге қайтып, фотосессиялар түсіріп, өте керемет қылып осылай қылып Астананың дизайнын жасап қойған екен. Соны көрдік. Ол өте керемет. Әрбір остановкасында осылай күшті қылып жасалып тұр екен. Келіңіздер, көріңіздер. Сосын біз осылай қылып Қазанға келдік. Осы жерде кішкене фотосессия қылдық. Сосын асфальттан өтіп, біз жерге келдік. Астана аренаға келіп қалдық. Астана аренаға жай келе салғанбыз ішіне. Сөйтсек, машт болып екен. Сонымен Астана мен Ақтөбенің маштын көріп кете салайық деп, көріп кете салдық. Сонымен Астана 3-та, Ақтөбе 2 болып, машт соңына жетті. Астана оқырмандары өте күшті. Сонымен біз осылай Астананың паркын айналып, Теміртауға қайттық. Бізге тіркеліп, лайк басып, осыны Астана